Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біздің 4-ші сабағымыз. Осыған дейін 1-ші сабағымыз қосу құрастыру, 2-ші сабағымыз орталықтар мен жоғарғы қабаттың қосу таңбасының түстерін сәйкестендіру болды. Сәйкестендірдік. Енді бүгінгі 3-ші сабағымыз пиф-паф әдісін үйрену болды. Енді бүгінгі 4-ші сабағымыз бұрыштарды орындарына қою. Мына бұрыштарды орнына қою. 4-ші сабағымызды бастаймыз. Ол үшін бұрыштарды қою үшін біздер осыған дейін ақ бетін жоғары деп ұстап отырдық және соған ақ қосу таңбасын құрастырдық. Енді бүгін бұрыштарды қою үшін біздер Рубик текшесін айналдырамыз. Ақ бетін астына жібереміз. Сары бетін жоғарыға шығарамыз. Міне осылай ұстаймыз. Жоғары, оң, сол, фронт, арты, асты, алды, фронт. Енді біздер мына бұрыштарды орындарына қоюымыз керек. Ол үшін мына бұрыштың түстерін тауып аламыз. Көк, қызыл, енді асты ақ. Білесіздер, мен айтып өттім, бұрыштар 3 түстен тұрады. Бізге көк, қызыл, ақтан тұратын бұрыш керек. Оны жоғарғы беттен немесе мына бұрыштардан іздейміз. Жоғарғы бетті іздеп көрейік. Жоғарғы беттен табылмады. Жақсы, онда төменгі бұрыштардан іздеп көрейік. Міне, шықты. Бұл түс мына жерде тұрмайды, бұл бұрыш мына жерде тұрады. Ол үшін біздер бұл бұрышты жоғарыға шығарып жібереміз. Міне, оң, жоғары, оң, кері. Шықты жоғарыға. Енді бұл түсті мына жерге қою үшін біздер осы орнының жоғарына әкеліп аламыз. Міне, әкеліп қойдық. Біздер мына жерден шығарғанда өзі автоматты түрде мына жерге түсті. Енді бұл бұрышты мына жерге қою үшін біздер алдыңғы сабақта пиф-паф әдісін үйреткен болатын. Сол пиф-паф әдісі арқылы қоямыз. Рубик текшемізді осылай ұстаймыз. Жоғары, алды, жаны. Оң жағы яғни. Яғни ақ түсіміз оң жақта тұр. Ақ түсіміз оң жақта тұр. Егер де ақ түсіміз оң жақта тұрса, пиф-паф әдісін бір рет орындаймыз тек қана. Көрейік. Оң, жоғары, оң, кері, жоғары, кері. Міне орнына түсті. Көрдіңіздер. Бір рет орындау арқылы мына бұрышты орнына түсірдік. Келесі бұрышты іздеп көрейік. Көк және қызғылт сары орнына тұр екен, бірақ дұрыс емес тұр бұл бұрышымыз. Ондай жағдайда тағы да жоғарына шығарып жібереміз. Оны жаңа орындадық біздер. Оң, жоғары, оң, кері. Мына жерде тұрған бұрышымыз мында кетіп қалды. Мына жерге қоятын бұрышымызды жоғарғы жағына әкеліп аламыз. Ол үшін енді жоғарыны бірі бұрап, кері қарай бұрап қойдық. Мынаның жоғарына қойдық. Енді бана бізде ақ түс мына жерде тұрды. Оң жағында тұрды. Қазір енді жоғарында тұр. Жоғарында тұрса, пиф-паф әдісін 3 рет орындауымыз керек. Көрейік. Оң, жоғары, оң, кері, жоғары, кері. Оң, жоғары, оң, кері, жоғары, кері. Оң, жоғары, оң, кері, жоғары, кері. Міне,
3 рет орындағаннан кейін барып біздің бұрышымыз орнына келді. Ары қарай кеттік. Біздің келесі бұрышымыз қызыл, жасыл. Қызыл, жасыл мына жақта тұр міне. Мына жерге келу керек. Ол үшін міне тұр. 1, 2 рет жоғарды орындаймыз. Енді жоғарыда тұрса 3 рет пиф-паф әдісін орындаймыз. Оң, жоғары, кері, жоғары, кері. Оң, жоғары, оң, кері, жоғары, кері. Оң. Міне, орнына келді. Енді біздің келесі түсіміз жасыл, қызғылт сары түсті мына жерге қоюымыз керек. Жоғарыдан тағы да іздейміз. Мына жерге әкелуіміз керек. Қасымызда тұр. Қызғылт, сары, жасыл, ақ. Оны бір қадам жасай қойып, жоғарыны кері айналдырып, орнына келді. Енді мына жерге түсіру үшін тағы да пиф-паф әдісін жасаймыз. Оң жағында тұрған кезде 1 рет орындадық пиф-паф әдісін. Жоғарында тұрған кезде 3 рет орындадық пиф-паф әдісін. Енді алдында тұрса, біздер 5 рет орындаймыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Міне. 5 рет орындау арқылы жоғарыда тұрған ақ түсі, бер қарап тұрған бұрышымызды орнына келтірдік. Осылай төменгі қабатты пиф-паф әдісі арқылы жинауға болады. Енді бізде мына жаңағы бұрыштарды пиф-паф әдісі арқылы келтірген болатынбыз. Енді сіздерге тағы да басқа да әдістері көп. Бұл Рубик текшесінде жалпы комбинация көп. Енді өздеріңіз қалай интуиция десек те болады. Интуиция арқылы түстерді қоюға болады. Жаңа пиф-паф әдіссіз. Мысалға, мына оң жағында тұрған жаңа жасыл, қызылды орнына қойайық. Оның орнын тауып алайық бірінші. Міне осы жерге орнына әкеліп аламыз. Мына жерге емес. Мына жерге әкеліп алдық. Енді осыны мына жерге қою үшін пиф-паф әдісін бір қадамын орындамай қаламыз. Оң, жоғары, оң, кері. Жоғарында орындауға болады. Уақыт алмау үшін осылай пиф-паф әдісіне бір қадам жетпей қалады. Қойдық. Енді біздің мына көк және оранжевый қызғылт сарыны қойайық. Өзінің орнында тұр екен. Дәл осы жерге қойымыз керек. Жаңа оң жағында болды. Енді алдында тұрса, былай айтып орындауға болады. Ақ түсімізді сол жаққа қарай жібереміз. Жоғары 1 қадам жасаймыз. Оң сағат тілімен бұраймыз. Жоғары кері бұраймыз. Сосын оң кері бұраймыз. Жалпы пиф-паф әдісі сияқты тек жоғарыдан бастаймыз бұны. Сонда біздің алдында тұрғанымыз жерге тез келеді. Пиф-паф әдісінің 5 рет орындағанша жаңағы жоғарыдан бастайтын 4 қадам бұл да. Міне оңға жоғары, оң, жоғары кері, оң кері. Келесі. Егер де жоғарында ақ түс тұратын болса, жерге қойымыз керек. Онда біздер оң, жоғары 2 рет
сосын оң кері. Енді мына бұрышымызды мына жерге орнына қоямыз, яғни мына жоғарына. Жоғары кері, сосын оң, жоғары, оң кері. Осылай етіп орнына қоюға болады. Соңғы бұрышымызды да қойып тастайық. Міне достар, біздер Рубик текшесінің бірінші қатарын жинап болдық. Келесі сабақта кездескенше менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі сабақтарды жіберіп алмау үшін.